Ассалаумалейкум. Қарақалпақ әдебиет сабағы. Мен Атаниязова Гүлшат Сетниязовна. Бүгінгі тема Күнқожа Ибраимұлы өмірі һәм дүрітушілігі хақында. Күнқожа Ибраимұлы хақында біздердің классик шайырымыз Бердақ Қарғабайұлы өз қосқыларында келтіреді. Яғни өзіне Күнқожаны ұстаз сипатында көреді. Сондай-ақ өте шайыр өз дүретушілігінде өтті дүниядан шығармасында сол Күнқожаның жасағанын, қандай болғанлығын, қандай ұлы инсан болғанлығын, оның шәкірттері көп болғанлығын, оның дүниядан сондай көз жұмғанлығын, мысалы намазына һәмме халықтың әммесі жиналғанлығы, шәкіртлерінің һәммесі құрмет еткенлігі, жақсы көргенлігі хақында жырлап өтеді. Демек, бұл арқалы да біз Күнқожа Ибраимұлы Қарақалпақ жазба әдебиетіндағы ұлы тұлғалардың бірі, Қарақалпақ әдебиетін өзінің қосқылары, тәкрарланбас қосқыларыменен байтқан шайырлардың бірі екенлігін білеміз. Шайырдың өмірі туралы мағлұматлар бізге із келіп жетпеген, оның өмірі хақында мағлұматларды өзі жазып қалдырған қос қатарлары арқылы білуімізге болады. Әжінияз Қосыбайұлы шығармалары Жайлауым, Өлім, Арманда, Елменен, Шопанлар, Күн қайда, Болар ма екен, Менің, Не болдым, Жарымадым һәм тағы басқа шығармалары бар. Күнқожа Ибраимұлы 1799 жылы туылып, 1880 жылы қайтыс болған делінеді, яғни ол 77 жас жасаған. Шаңырағының күтажарлы болуына байланысты ауылдық медреседегі оқуын ата-анасы бар уақытта тастап, бала кезден бастап кісі есігінде жалынып минет ете бастаған. Шайырдың ата-анасы ертерек қайтыс болған, бұны оның қосқыларындағы атам өлді, рахатымды көре алмай, анадан жетім қалыппан, қаңғырып жетім болыппан деген қатарларынан айқын көруге болады. Осылайынша жарлықтың үстіне жетімлік азабы шаңырақ машқаласы қосылып, шайыр әр тәрефлеме тұрмыс қысқысына ұшырайды. Оның өлім қосығындағы зар жылап отырған үйімнің іші, екі ұл бала бар, өзімнен кіші деп келтіреді. Шайырдың соңғы әулетларының берген мағлұматларына қарағанда, Күнқожа, Айқожа, Нұрқожа деген екі інісіменен жетім қалады. Болашақ шайыр өмірінің ақырына шекем Қарақалпақ жарлыларының бірі болып ауыр тұрмыс кешіреді. Ол балықшылық етеді, кісі есігінде жалланады, бүткіл Хорезм ойпатын, қазақ далаларын кезіп, Сергіздалықта өмір кешіреді. Қызылқұмларда қой бағады, бірақ өмір бойы я ішер тамаққа, я киер киімге жалшымайды. Бір жарымай өмірім болып тұр ада деп қайта-қайта ескертеді. Көпшілік жарлылар сияқты Күнқожа да өз елінде һәм басқа да қоңсы елдерде де күншілік етіп, байлардың малын бақса да, бір жалшып өмір сүре алмағанлығын қосқыларында жырлайды. Күнқожа шайыр өмірі һәм дүретушілігі туралы көрсетуді QR код арқылы тамашаласаңыз болады. Күнқожа шайыр дүретушілігі өмірі хақында осы кішкене қысқаша мағлұматлардан ібарат еді. Диққатларыңыз үшін рахмет.